Бәріңізге сәлем достар, сіздермен бірге Айерке. Бүгін бізде 27 тамыз, интрадей алтын. Алтын егердағы үлкен таймфреймнен қарайтын болсаңыздар, там 4 сағаттан бастап бізде полностью на лонг келе жатыр, иә? Яғни контекст толығымен лонговый. Неге себебі біз почти мына жақта бір күндік имбалансты толтырғаннан бастап лонг нарратив басталған болатын. Одан кейін уже 4 сағат таймфреймде қарасаңыздар, барлық имбаланстарды тестировать етіп, лонгқа нарратив бастап, лонг нарративта жүріп келе жатыр былайша айтқан кезде. Одан кейін уже 30 минуттық таймфреймге қарайтын болсаңыздар, бізде полностью лонговый ордер флоу бар, иә? Яғни мына жақта ол өзінің артын тазалап келе жатыр. Мына жақта компрессияның барлығын шешеді. И мында да то же самое, полностью ликвидностьтарын снимать етеді. Мына жерде то, что бір чуть шатастыратын момент, мысалға мына моментте Лондонның минимумы еді ғой. Осыны фьючерсный графиктен қарайтын болсаңыздар, бұл снятие болған. Яғни толығыменен лонговый ордер флоуды көруге болады. Мына жақтан қарасаңыздар, вот міне снятие кеше и ордер флоу басталады дальше. Бүгін то же самое, тут снятие и ордер флоу басталады. Получается, бізде қараңыздар, яғни фьючерсный графикпен салыстырсаңыздар, сіздер SMT-ны көресіздер арасында. Одан кейін мына жақтан қарайтын болсаңыздар, получается, бізде 15 минуттық кіші таймфреймде контрактный зона бар. Как цель ретінде бұл лонговый движениенің ол бізде 3395, яғни Азияның хайы. Одан кейін мына жақта тұрған 4 сағаттық ликвидностьтар бар. 3404-те тұрған осы зоналар бізде основной ликвидностьтар болып саналады. И баға осы жаққа келген кезде, 3404, 3408-ге келген кезде қайттан разворот беруі мүмкін. Получается, осы лонговый движение бізде мына 3395-ке, 3404-ке дейін жетуі қажет үлкен таймфреймнен. Енді кіші таймфреймде как точка входа ретінде айтуға болады. Зона ол бізде мына астында тұрған, осы зонада основной үлкен контракттар жүрген, бұл зонаға баға келген кезде ұстап қалатын зона болып саналады. Яғни фитильменен чуть-чуть өтуі мүмкін, бірақ бұл зона в итоге ұстап қалады. И осы зонадан лонгқа қарастыруға болады. Бұл бізде бай зона болатын болса, мына жерде үлкен контракты на цель жүрген, яғни вот дәл осы жерде жүрген үлкен контракты на цель. Осы зона тоже пробитие болатын болса, ол спокойно келіп, жаңағы 3404-ке дейін баруы мүмкін. Мына зонадан баға қайтадан откат беріп, шортқа түсу вероятности бар. Получается, сіздерде бірінші точка входа ол мынаған ретестқа келген кезде лонгқа қарастыру, екіншіден мына жерден қайтадан пробитие болатын болса, доливкаменен мына 3404-ке дейін ұстауға болады. Видео сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Мына манипуляция, вот қарайтын болсаңыздар, мысалға мына жерде основной ликвидность Азияның минимумы ғой. Бұл бізде фьючерсный графикте уже снятие болып қойған. И с большой вероятностью уже екінші рет снятие болмайды. Мына жақтан қарасаңыздар, міне снятие болып кеткен. Ал ана оанда менен неде сахода ешқандай да снятие жоқ. Керісінше как манипуляция ретінде қалдырып, ликвидностьті шешпей, типа лонговый движение бастап жатыр да, но на самом деле ол фьючерсный графиктан ликвидностьті снимать етіп қойды. Поэтому мына жақтан лонговый движение басталып жатыр, и мына жерде ликвидность снятие болғандықтан уже крупный объемдар тоже кіріп, осы жерде контракттар жүрген. Видео сіздерге пайдалы болды деген ойдамын.